Jansaz. Сондай кезде тіпті сол болып кетесің. Жалпы күліп жүретін адамдарды тәуір көремін. Сондықтан кей кезде қалжыңдай білгені жөн. Түбі бітпейтін таршылықтар, түбі бітпейтін кедейшіліктен шаршадым алдар. Осының бәрінен қашан құтыламыз алдар. Осының бәрінен сені сүйгендіктен келістім алдар. Айтшы, осы кедейшілік бізден қашан кетеді? Сүйіктім-ау, екеуміздің тұрып жатқанымызға біраз алдымен басын ашылады. Мысалы, сен киіп келгенсің, жуасың, әр сует жаңалықсың, күйеуің алда, ол да бақытқа күнтек емес. Екеуміздің арамызда ұрыс келі жоқ. Haksız sol, кедейліктің біздің кезінде ойы жоқ. Ол біздің тап-тыныш өмірімізге бауыр басып қалған. Оған бұлшық ыңғайлы. Біз оны ренжітпейміз, біз оған ұрыспаймыз, балағаттамаймыз. Тек төзе береміз. Ей, кедейлік мұндай үйді басына қайдан тарсын? Мүмкін оны бір жолы да қуып жіберерміз алдар. Қандай ойың бар? Ыдыстарды шаққым келеді. Сенімен жанжалдасып, бетімді тырнап алғым келеді алдар. Кел жанжалдасып. Айгүл, қой! Құлағымды тырнап, құлағыммен қос келеді. Алшыны байқадың! Сергек жанжалдасам қалдым. Баспаған не айтам? Алшыны байқадың! Қарамасына сенің? Кімдер? Салама болды, Айгүл. Мен көп замай келем. Бірақ сен мен көтеріп ешқайқа кетіп қалмадым. Мен қайда